Мектебім, арманымның асқарысын, жүргем жоқ жырлап қана тастау үшін, мендегі отан атты ұлығымның алғашқы сезім атты бастаусын. Арма Ақжайықтың арда халқы. Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, номері 41-ші мектеп лицейі. Жаратылыстану математика бағытында сапалы білім беретін, өлкемізге танымал өрелі білім ошақтарының бірі. Мектебіміздің тарихы да ерекше. 1996 жылы балабақша гимназия болып ашылып, 2001 жылы номері 41-ші орта мектебі болып өзгерді. Ал 2012 жылы номері 41-ші жаратылыстану математика бағытындағы мектеп лицейі атауын алды. 1996-2000 жылдар аралығында Аюпова Жанна Жанболатовна, 2000-2020 жылдары Ихсанова Вализа Құжатовна басшылық лауазымын атқарды. Ал 2020 жылдың 2 желтоқсанынан бастап мектеп лицей директоры қызметін Шонбаев Жеңіс Мендіғалиұлы атқарып келеді. Мектеп лицейімізде 19 сынып кешенінде 433 оқушы сапалы білім алуда. Сапалылығының негізі өз ісінің білікті мамандары сыналатын 50-ден аса мұғалімдер. Жыл сайынғы ұбт көрсеткіші бойынша да қала мектептері арасында алдыңғы қатарда. Пәндік олимпиада, ғылыми конкурстар, түрлі регаталар бәрінен де жеңіссіз оралмаймыз. Өнер, мәнерлеп оқу жағынан да қанжығамызда түрлі жарыстар мен байқаулардың жетістіктері бар. Осындай жетістіктерге жетелейтін ішкі оқу тәрбие процесі де жүйелі жүргізілуде. Жақында ғана қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен ұлдан жеткен ұлағат атты апталық өтті. Апталық аясында пән мұғалімдері біріне бірі ұқсамайтын шаралар легін ұсынды. Ұлтымыздың ұлы жазушысы Ғабит Мүсірепов, әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде ұлт та ұлы болмайды деген. Ендеше апталық аясында өткен үш шараларға шолу жасайық. Асыл сөзді іздесен, Абайды оқы, ерінбе. Мектеп лицейіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері үзілістегі үздік сыр айдары бойынша әр күні Абайдың әр қара сөзінен сыр шертті. Әдебиет менің отбасымда айдары бойынша өлең мен өнерді егіз қып, әдебиетті насихаттауға бағытталған шарамызға ата-аналарымыз да белсене қатысты. Қазақ тарихында ашылмай жатқан ақтаңдақ, жарияланбаған құпия, танылмаған талант көп. Қамшының сабындай қысқа ғұмырын халқының білімді, зиялы болуына арнаған Жәңгір хан династиясы туралы авторлық ұсынбада театрландырылған қойылым ұсынды. Айтыс өнерін насихаттауға бағытталған жақыт сөзбен өрілген жауһар жырлар айдары бойынша бала ақын жас дарын тақырыбында оқушылар айтыс ұсынылды. Міне, бұл тек бір ғана апталықтың мысалы, басқа да пән апталықтары негізінде атқарылатын жұмыстар қаншама. Осы орайда мектеп лицейіміздің тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Гүлдана Сайлауқызына сауалымыз бар. Гүлдана Сайлауқызы, қашықтан оқыту барысында бұл іс-шараларды жүзеге асыру қиындық тудырды ма? Рахмет, Аружан. Жалпы енді апталық аясында қашықтан оқыту барысында қиындықтар кездеспеді деп айта алмаймыз. Әрине қиындықтар кездесті. Әсіресе біздер осы аяста оқушы қамту жаңағы шараның көлемділігі жағынан көрермендеріміз азайып қала ма деген сұрақтар туды. Бірақ осы шара аясында біздер Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай айтыс өнерін дәріптеуге, Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына орай ата-аналарымызды, яғни отбасымен қамтуға тырыстық оқушылармен бірге, өлең оқып, яғни өлеңдерін насихаттау бағытында. Сондай-ақ республикалық аясында өтіп жатырған бір отбасы, бір кітап жобасы, немесе кітапқа құштар мектеп жобасы аясында буктрейлерді өткізуді жоспарладық. Міне сол бағытта бұл апталықты жан-жақты қамтуға тырыстық. Сайып келгенде жалпы апталық барысында біздер Қазақстанның тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ұйымдастырылды. Жақсы, жауабыңызға отырып тәрбиелей отырып оқыту ұғымын ұран қып, болашағы кемел ұрпақты дайындайтын мектеп лицейімді мақтан тұтамын. Ендеше жарқын болашаққа қағар қанатымыз, басар қадамымыз ізгі болатынына сенемін. Сіздермен бірге болған мен, Адилова Аружан, аталмыш білім ордасының 9-шы А сынып оқушысы. Жарқын күндерде жүздескенше.